Қайырлы күн. Бүгін біз ұбт және магистратураға арналған тесттарды қарастыратын боламыз. Мынау біздің алдыңғы жасаған тестіміз. Сонымен бұл жерде дұрыс жауабы rich болды, я. Poor деген кедей, кедей деген сөздің қарама-қарсы сөзі бай. Rich дегеніміз бай. Бүгін бізде үшінші тестіміз. Оқиық. The correct possessive case of nouns in the sentence дейді. Correct деген дұрыс, possessive case деген тәуелділік жалғауы, noun деген зат есім, және де sentence деген сөйлем. Аяқ жағынан бастап аударамыз. Сөйлемде зат есімнің дұрыс тәуелділік жалғауын көрсетіңіз деп тұр. Көрсетіңіз деген сөз жоқ, қайсысы деген сияқты айтып тұр. Сонымен my деген менің деген сөз. My мына жерде қазір кімдікі екенін жазамыз. Is my aunt дейді. Ол менің тетям дейді. Менің әкемнің сестрасы, ол менің тетям деген сөз шығару керек. Әкемнің сестрасы деп айтуымыз керек. Енді қараңыздар, мысалы, мамамның сөмкесі болса, қалай болады? Mom's bag болады. Мына жердегі бізде апостроф s дегеніміз қазақ тіліндегі ның, дің, тің деген, нің деген сөздердің барлығы осы бізде апостроф s. Мысалы, әпкемнің үйі десек, my sister's house болады. Яғни біреудің бірдеңесі дегеніміз бізде апостроф s. Ның, тің деген жалғаулардың барлығы бізде апостроф s. Енді дұрыс жауабын тауып, комментарийге жазып кетіңіз.